қазақ тілі тапсырмаларын жеңіл әрі оңай түрде орындау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Бірінші тапсырма Шопанның қызықты оқиғалары. Сұрақтарға жауап. Қасқырда қас қылмайды жолдасына деген шынымен де дұшпан болса да, өз жолдасын, досын, туысқанын алдамайды, зұлымдық жасамайды дегенді білдіреді. Қасқырлармен бейбіт қатар өмір сүруге болады, егер адамдар аңдарға зиян келтірмесе, олардың тамағы мен мекенін бұзбаса. Қасқырлар да адамдарға шабуыл жасамайды. Сондықтан табиғатты сыйлап абай болсақ, біз қасқырлармен бірге өмір сүре аламыз. Қасқырларды ұяты бар тіршілік иелері деп санауға болады. Олар өз жолдасына, отбасына зиян келтірмейді және топ ішінде бір-біріне әділ болады. Табиғатта өмір сүргенде өз шекарасын сақтап, артық агрессия көрсетпейді деп тапсырманы орындауларыңызға болады. Екінші тапсырмада ақылмен әрекет ет, сабырмен күт. Үшінші тапсырмада естен кетпейді, ұмытылмайды. Маңына, айналасына өргізеді, көтереді, шабыттандырады. Бейбіт қатар, татулы өмір, тыныш өмір. Маңайлатпайды, жақындатпайды, жолатпайды. Ашулы, ыза, қаһарлы, ренжіген. Жақындатпай, жолатпай, оқиға, жағдай, жағдайлар, жағдайлық. Абайсызда, көңілсіз, ойсыз кездейсоқ. Бөтен, өзге, таныс емес, жат. Ұялған, қысылған, жасқанған, ұялы деп тапсырмаларды орындауларыңызға болады. Төртінші тапсырмада таулар жүйесі, онда мекендейтін жануарлар, мекен ортасы, қорегі туралы ақпараттарды бейне сабақта кесте қылып көрсетіп жазып қойды. Бесінші тапсырмада қасқырға байланысты мақал-мәтелдер мен оның мәні түсіндірмесі туралы жазып бейне сабақта көрсетіп қойдым. Мысалға, қасқыр да жолдасына қас қылмайды. Түсіндірмесі, тіпті қатал жануар да өз жолдасына зиян келтірмейді, адал болады деп мінекей жазып көрсетіп қойдым. Тапсырманы осылайынан орындауларыңызға болады. Сәлем досым, мен кеше көксерек жауыздығының себебі неде деген ойымен отырдым. Менің ойымша көксерек кейде жауыз болады, өйткені ол жалаңаш, қорқынышты, жалғыз өмір сүреді. Немесе басқа жануарлармен дұрыс қарым-қатынас жасай алмайды. Сол себептен кейде ол тіпті күш қолдануға мәжбүр болады. Бірақ менің ойымша көксерек шын мәнінде жақсы болуға тырысады. Тек оған дос керек. Немесе қорғанатын орын жоқ. Сондықтан кейде оны түсіну керек деп ойлаймын. Сен не ойлайсың? Көксеректің жауыздығының себебі сеніңше қандай? Жауабыңды күтемін. Сәлеммен деп, сенің атың деп тұрған жерге әркім өзінің атын жазады. Ақпарат пайдалы болса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, арнамның дамуына өзіндік үлестеріңізді қосыңыздар. Назарларыңызға рахмет.